Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге дәріс жүргізуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қалыбекова Бибігүл Есімханқызы. Бүгінгі қазақ әдебиеті пәнінің екінші сабағы Қыз жібек жыры бойынша жүргізіледі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Қыз жібек жыры жадында жыр болып жатталды. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Бүгінгі бұл сабақта жырдағы сөздердің мағынасын білеміз. Осы сөздердің қай кейіпкерге қатысты айтылғанын таба аламыз. Сонымен қатар кейіпкерлердің мінезі мен жеке дара қасиеттерін ажыратып, жырдан дәлелдер келтіре алатын боламыз. Бүгінгі сабағымызда кейіпкерлердің мінез құлқын, оның дара ерекшеліктерін, ұқсастықтарын ажыратып алу үшін мына фотоларға ой жүгірте отырып, көз сала отырып, кейіпкерлеріміздің бейнесін көз алдымызға елестетуге болады. Міне Жібек пен Төлеген, Қаршыға мен Бекежанның оқиға желісіндегі әрекеттері осы суретте көрсетілген. Сонымен қатар оқиғаның басынан аяғына дейін кейіпкерлердің жасаған іс-әрекетін жақсы есімізде сақтап алу үшін оқиғаның басынан аяғына дейін еске салғанымыз дұрыс. Оқиғаның басталуы кезінде Базарбайға Құдайдың нәсіп еткен ұлдары, оқиғаның дамуы, Төлегеннің ер жетіп өзіне лайықты жар іздеуі, шиеленісуі, саудагердің Ақжайық еліне жөн сілтеуі, шарықтау шегі, Төлегеннің жібек сұлуға аттануы, шешімі Төлегеннің ер Қаршығаға жолығуы. Міне осындай іс-әрекеттердің әрекетінде кейіпкерлердің өзіндік болмыс бітімі, іс-әрекеті, мінезі барлығы да жақсы сомдалып көрсетілген. Сонымен қатар, құрметті оқушылар, Қыз жібек жырының негізгі кейіпкерлері, міне көз алдарыңызда көрініп отырғандай, Жібек, Төлеген, Сырлыбай, Сансызбай, Базарбай, Шеге, Қаршыға, Бекежан, мұның барлығы да осы жырда негізгі кейіпкер ретінде өз мінез құлқымен, іс-әрекетімен танылды. Қыз жібектің дидары наурыздың ақшақарындай, білегінің мүсіні ай балтаның сабындай. Айдың өткен нешесі, ай қараңғы көшесі, падишадан кем емес, ер Төлеген мүшесі. Екі ақ құдай жарасымды, егіздің сыңарындай татулық тілеймін екеуіңе. Мәңгі бірге болуды аңсаған Төлеген мен Жібектің арманы орындалмады. Қазақ киносының алтын қорына енген Қыз жібек лира эпостық дастанын 30 сәуір сенбі күні Білім және мәдениет телеарнасынан тамашалай аласыздар. Енді осы іс-әрекеттегі кейіпкерлерімізді жан-жақты бүгінгі біздің оқу мақсатындағы кейіпкерлер бейнесін сомдау үшін балалар, сіздерге мына бірінші тапсырма берілді. Екі жақтама күнделік әдісі бойынша берілген кестеге жыр кейіпкерлерін талдаймыз. Міне сіздерге бірінші бағанда кейіпкерлердің аты жөні жазылған: Төлеген, Жібек, Қаршыға, Бекежан, Шеге, Сансызбай. Осы кейіпкерлердің жырдағы іс-әрекетін еске салу үшін қысқаша ғана сол жырдың ішінен мәтіннен тауып жазамыз. Сонымен қатар менің өз ойым деген бағанға әрбір оқушы сол кейіпкердің жасалған іс-әрекетіне өзіндік ойын, өзіндік бағалауын білдіріп жазады. Құрметті оқушылар, осы жерде өздеріңізге ұнаған кейіпкерлерді жазып, жақсылап ойланып, тақырыпты жан-жақты талқылауды сіздерге үлкен сенім артып отырмын. Бірінші тапсырманы толыққанды орындап, өз дәрежесінде жұмыс жасаған болсаңыздар, сіздерге екінші тапсырма ұсынылады. Берілген кесте арқылы екі кейіпкердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып жазамыз. Яғни бұл ұқсастық пен даралық әдісі. Сіздер бұл іс-әрекетті, бұл жұмысты күнделікті жасап жатырсыздар. Мысалға қараңыздар, Төлеген мен Қаршығаның екеуінің ұқсастығы қандай? Еліне сыйлы, сөзі өтімді, сенімді, серік. Ал ерекшеліктері: Төлеген сүйгенін өзі таңдап алуды мақсат еткен, шыдамды, елден ерек, көз тартарлық, көркемде тұлғалы жігіт. Мырза бірбеткей, ақыл парасаты келіскен, қайсар, адал дос. Бұл нағыз Төлегеннің бойына ғана тән даралық ерекшелігі. Ал Қаршыға кейіпкердің өзіндік ерекшелігі бар. Қаршыға топтан асқан ер, Жібекте ақылшы аға, Төлегеннің сүйгеніне қосылуына ниетті жан, шекті еліндегі Сырлыбайдың сенімді уәзірі, жыршы, ақын болған бал. Дәл осылай сіздер де өздеріңізге ұнаған екі кейіпкердің салыстыра отырып, ұқсастығы мен дарашылдығын анық, айқын етіп көрсетіп бере аласыздар. Өте жақсы балалар, берілген тапсырма бойынша өз дәрежесінде жұмыс жасап жатырсыздар деп ойлаймын. Тақырыпты өте жеңіл әрі мазмұнды
қызық жыр болғандықтан әрбір оқырманның көңілінен шығады деп ойлаймын. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымызда белсенділік танытып, бір-екі тапсырманы толыққанды орындап жатқан оқушылармен кері байланыс жүргізгенді жөн санап отырмын. Бүгінгі сабақта мүлдем түсінбедім деген оқушы қызыл түсті белгілеп, өзіндік ойын маған жазып сілтемесін береді. Ал тақырыпты әлі де болса түсінбей жатырмын деген оқушы сұрағым бар еді деп сұрақты жазып жіберсе болады. Сабақты түсіндім, алайда бір ғана кейіпкердің даралық ерекшелігін толыққанды ажыратуды түсінбедім деген оқушылар болса, түсіндім деп жартылай белгіні қойса болады. Ал жақсы түсіндім, тақырып бүгін мен үшін қызық болды, толыққанды меңгердім деген оқушылар жақсы түсіндім деп жазып, өзінің белгісін маған білдірсе болғаны. Өте жақсы балалар, бүгінгі сабақ өз дәрежесінде өтілді деп ойлаймын. Сіздерге үлкен сенім артамын. Сондықтан да үйге мен сіздерге тапсырма бергім келіп отыр. Сіздер барлық кейіпкерді бүгінгі сабағымызда талқыға салып, өзара талдау жасап жұмыстарды жүргіздіңіздер. Өздеріңізге ұнаған кейіпкермен диалог құрастырып көріңіздерші. Яғни сол дәуірдің кейіпкерін мен бүгінгі таңда сіздер оқушы ретінде тілдесуге өз диалогтарыңызды құрастырғандарыңызды жөн деп санаймын. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау сәлеметте болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын.